Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біз бүгін 10-шы сынып жаратылыстану математика бағыты бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз метаболизм түрлері. Сабақтың мақсаты: метаболизм түрлерін оқып үйренеміз. Метаболизм түрлерін атай алатын боламыз. Біз бүгінгі тақырыптан метаболизм деген не, ол қандай кезеңдерден тұрады, осы туралы білетін боламыз. Бүгінгі сабақта кездесетін жаңа сөздер, яғни кілт сөздер: метаболизм, анаболизм, катаболизм, АТФ, пластикалық алмасу, гомеостаз. Сыныпқа ең алдымен психологиялық ахуал тудырып алу үшін мен ең бірінші барлық сынып оқушыларына сәттілік тілеймін. Келесі кезекте оқушылар осы суреттің астында жасырылған сөздер арқылы оқып сабаққа көңіл бөледі. Келесі біз сыныбымызды топқа бөліп алайық. Ол үшін жайқалған ағаш жапырақтарының астында жасырылған сандар арқылы біз 3 топқа бөлінеміз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топына барлық жапырақтардың астында жасырылған сандар арқылы оқушылардың санына байланысты 3 топқа бөліп отырамыз. Енді ең алдымен жасанды интеллекті роботын тыңдайық. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Мен жасанды интеллект роботымын. Бүгін біз биология әлеміне бірге саяхат жасаймыз. Табиғаттағы әрбір құбылыс бір құпия, әрбір жасуша ғажайып жүйе. Ал сендер зерттеушілерсіңдер. Бүгінгі сабақта байқампаз болып, сұрақ қойып, ойларыңмен бөлісіңдер. Өйткені білім ашылған әрбір жаңа сұрақтан басталады. Бүгінгі сабақта сендер бақылап, талдап, қорытынды жасайсыңдар. Әрбір сұрақ жаңа жаңалыққа жол ашады. Қорықпай ойлаңдар, еркін пікір айтыңдар, себебі нағыз ғалым болу сұрақ қоя білуден басталады. Енді біз алдыңғы сабақтағы өткен үй тапсырмасын қайталап өтейік. Алдыңғы өткен тапсырма бойынша АТФ молекуласы қандай бөліктерден тұрады? Глюкозаны аэробты ыдырауының соңғы өнімдері қандай? Энергия қай кезде босайды? АТФ түзуінде ме, әлде ыдырауында ма? АТФ дегеніміз не? Митохондрия қандай рөл атқарады? Адам бұлшық еттерінде оттегі жетіспегенде не пайда болады? Анаэробты тыныс алу кезінде қандай зат түзіледі? Енді біз жаңа тақырыпты бастаймыз. Ең бірінші метаболизм дегеніміз не, ол қандай кезеңдерден тұрады деген сұраққа жауап береміз, яғни соған түсінік берейік. Бірінші, тірі организмдер қоршаған ортамен тұрақты және үздіксіз байланыста болады. Бұл байланыс зат және энергия алмасу процестерінде, яғни метаболизмде жүзеге асады. Зат алмасу 3 кезеңнен тұрады. Біріншісі, заттың организмге түсуі. Екіншісі, метаболизм. Үшіншісі, соңғы өнімдердің организмнен бөлініп шығарылуы, яғни зат алмасудың нәтижесінен пайда болған соңғы өнімдер. Біздің организмге, жасушаларға кейбір қосылыстар өте қажетті. Кейбір қосылыстар қажет болмай қалады. Ол организмнен шығарылу керек. Енді біз мына сызбаға қарайық. Мына сызбада зат алмасу екіге бөлінеді. Бірінші анаболизм, екінші катаболизм. Анаболизм дегеніміз төменгі молекулалы органикалық және бейорганикалық заттардың жоғары молекулалық органикалық заттарға айналуы, немесе пластикалық алмасу деп аталады. Анаболизм синтез реакцияларының жиынтығы. Бұған рибосомадағы нәруыздің жиынтығы мысал бола алады. Ал катаболизм дегеніміз энергетикалық алмасу, немесе ыдырау реакцияларының жиынтығы. Катаболизм жоғары молекулалық заттар төменгі молекулалы органикалық және бейорганикалық заттарға ыдырайды. Біздің денемізде жасушалар тұрақты емес, олар жаңарып отырады. Осы жаңарған кезде анаболизм болады. АТФ
аденозин 3-фосфат тобы. Бұлар бізде энергия көзі. Энергияны жинақтайды, энергия беретін қосылыс. АТФ анаболизм кезінде жұмсалады, ал катаболизм кезінде АТФ босап шығады. Метаболизм организмге екі түрлі қызмет атқарады. Біріншісі жасушаны құрылыс материалмен қамтамасыз ету, яғни анаболизм. Екіншісі жасушаны энергиямен қамтамасыз ету. Бұл катаболизмге қатысты. Енді бірінші қызметіне келетін болсақ, жасушаға түсетін амин қышқылдарынан, глюкозалардан, органикалық қышқылдардан, нуклеотидтерден нәруыздар, көмірсулар, липидтер, нуклеин қышқылдары үздіксіз синтезделеді. Олардан жасуша денесі, оның мембраналары, органоидтер қалыптасады. Синтездеу реакциялар әсіресе жас өсіп келе жатқан жасушаларда белсенді жүреді. Ал жасушаны энергиямен қамтамасыз етуде тіршілік әрекетінің кез келген көрінісі, яғни қозғалыс, заттарды синтездеу, жылу генерациясы энергия жұмсауды қажет етеді. Жасушаны энергиямен қамтамасыз ету үшін оған түсетін заттардың ыдырауы нәтижесінде босап шығатын химиялық реакциялардың энергиясы пайдаланылады. Бұл энергияның басқа түрлеріне айналып отырады. Организм мен қоршаған орта арасындағы зат алмасу тірі организмдердің өмір сүру үшін қажетті шарт. Сыртқы ортадан организм оттек, органикалық заттар, минералды су алады. Сыртқы ортаға ыдыраудың соңғы өнімдерін, көмір қышқыл газын, судың артық мөлшерін, минералды тұздарды, есепнәр және басқа заттарды шығарады. Өмір сүру барысында біздің организміміздің барлық жасушалары дерлік бірнеше рет ауысып отырады. Бір жылдың ішінде қан толығымен 3 рет жаңарады. Пластикалық және энергетикалық алмасулар өзара тығыз байланысты. Ыдырау процестері синтез процестерін энергетикалық тұрғыдан қамтамасыз етеді. Сонымен қатар синтез үшін қажетті құрылыс материалмен жабдықтайды. Дұрыс зат алмасу биологиялық жүйелердің химиялық құрамының тұрақтылығын, олардың ішкі ортасын сақтайды. Осы ішкі ортаны тұрақтылығын сақтау гомеостаз деп аталады. Балалар, сабақ түсінікті болатын болса, біз бірнеше тапсырмалар орындайық. Әр тапсырмаға 2 ұпайдан беріліп отырады. Мына жерде бірінші сәйкестендіру тапсырмасы. Сәйкестендіру тапсырмасында 2 қатардағы сөздерді бір-біріне сәйкестендіреміз. Мысалы үшін, метаболизм деген зат алмасудың барлық химиялық реакцияларының жиынтығы. Екінші, анаболизм. Қарапайым заттардан күрделі заттардың түзілуі, энергия жұмсалады. Катаболизм. Күрделі заттардың қарапайымға ыдырауы, энергия бөлінеді. Энергияның бөлінуі ол катаболизмге тән процесс. Энергия жұмсалу ол анаболизмге тән процесс. Анаболизмнің маңызы жасуша құрылымдарын түзуге қатысады. Міне сәйкестендіру тапсырмасының жауабы осындай. Енді келесі тапсырма. Бұл мәтіндік талдау әдісі функционалдық сауаттылыққа негізделген тапсырма. Мына жерде мәтін берілген. Мәтінге арналып сосын соңында сұрақтар береді. Осы сұрақтарға жауап беруіміз керек. Енді мәтінді оқитын болсам, Арман спортпен шұғылданатын 10-шы сынып оқушысы. Жақында ол тамақтану тәртібін бақылап, ақуыз, май, көмірсу мен суды теңдей тұтынуға тырысты. Ол спортпен айналысқанда бойынан энергия кететінін байқады. Арманның ағзасында күн сайын бұлшықеттердің жаңару процесі, тамақ арқылы түскен заттардың ыдырауы, энергия бөлінуі жүреді. Арман биология сабағында бұл процестердің анаболизм және катаболизм деп аталатынын білді. Ол, менің ағзамдағы бұл процестер бір-бірімен қалай байланысты деп ойланып қалды. Міне осы мәтінге сұрақтар қойылған. Сұрақтар арқылы мәтінді ашамыз. Мәтінге сүйеніп, анаболизм мен катаболизм процестерін сипатта. Бұл сұрақтың жауабы
Анаболизм ағзада күрделі заттардың қарапайым заттардан түзілу процесі, мысалы бұлшықеттің қалпына келуі. Ал катаболизм ағзада күрделі заттардың қарапайым заттарға адырап энергия бөлетін процесі, мысалы тамақтың қорытылуы, глюкозаның ыдырауы дегендей. Екінші сұрақ: арманның мысалында метаболизмнің ағза үшін маңызын түсіндір. Бұның жауабы: Арман спортпен айналысқанда энергия қажет. Сондықтан оның ағзасында катаболизм арқылы энергия бөлінеді. Сонымен қатар бұлшық еттері қалпына келу үшін анаболизм жүреді. Бұл процестер ағзаның өсуі мен қызметі үшін маңызды. Үшінші сұрақ: физикалық белсенділік кезінде қай процесс белсенділік болады деп ойлайсың? Неліктен? Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, катаболизм белсендірек болады. Себебі жаттығу кезінде ағзаға көп энергия қажет, ал қоректік заттардың ыдырауы арқылы бөлінеді. Төртінші сұрақ: өзіңнің күнделікті өмірде бұл процестердің қайсысын байқайсың? Мысал келтір. Бұның жауабына келетін болсақ, катаболизм тамақ ішкен соң ағза оны қорытып энергия бөледі. Ал анаболизм мысал келтіретін болсақ, жара жазылғанда тері жасушалары қайта түзіледі. Тапсырма: топтық жұмыс. Бұл жерде 3 топқа 3 тапсырма берілген. Бірінші топқа катаболизмнің анықтамасын беру, процестің мысалдарын келтіру, ас қорыту, тыныс алу тағы басқа. Бұған бірінші топ постер жасайды. Екінші топ анаболизмнің анықтамасын беру, өсімдік пен жануар организмдеріндегі мысалдарды келтіру. Бұл сұраққа сызбамен түсіндіру жұмыстарын жасайды екінші топ. Үшінші топ метаболизмнің жалпы мағынасын ашу, анаболизм мен катаболизмнің байланысын көрсету. Схема түрінде бұған қысқаша қорытынды дайындайды үшінші топ. Келесі тапсырма спиннерация арқылы. Бұнда спиннерді айналдыру арқылы мына жердегі тұрған ұяшықтарға жауап береміз. Бұл жерде жеке жұмыс, әр оқушы өздері тұрып ұяшықтардағы сұрақтарға жауап береді. Мысал үшін, үшінші тапсырма ашайық. Катаболизм процесінде не жүреді? Келесі тапсырмада екінші тапсырма метаболизм неше кезеңнен тұрады? Осылай барлық ұяшықтарды оқушылар спиннерация арқылы тапсырманы орындап шығады. Бұдан кейінгі келесі қорытынды. Бұл сұрақ жауап әдісі сабақта өткен жаңа сөздер, жаңағы метаболизм, анаболизм, катаболизм, АТФ, пластикалық алмасу, гомеостаз. Жаңа сөздердің анықтамаларын айту арқылы сабақты қорытамыз. Одан кейін кері байланыс. Оқушылар өздерінің түсінгенін, сұрағым бар, түсінген жоқпын бойынша өздері сабақтыға кері байланыс береді. Мысал үшін, түсіндім дейтін болатын болса, бірінші сұрақ түсіндім, екінші сұрақты түсіндім, үшінші тапсырмада да түсіндім деп осылай жауап береді. Ал сұрағым бар дегенде міне. Түсінген жоқпын дегенде осылай өздерінің смайликтер арқылы кері байланыс жасайды. Келесі тапсырма, келесі бағалау. Бұнда оқушылар өздерінің жаңағы тапсырмалар бойынша 2 ұпайды өздері бағалап отырады. Бұнда әр тапсырмаға 2 ұпайдан қойып отырады. Одан кейін үйге тапсырма.
178 беттегі кестемен жұмыс. Метаболизмнің екі жағын салыстыра отырып, кестені дәптерге сызып толтырыңыздар. Міне, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.